Сәлем достар, менің каналыма тағы да қош келдіңіздер. Бүгінгі дайындайтыным өте дәмді тағам. Сондықтан видеоны басынан соңына дейін қарап шығыңыздар. Және менің каналымды қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін лайк басып, төменде комментарий жазып отырыңыздар. Мен сіздердің комментарийларыңызға ерекше көңіл бөліп, әрқайсыңызға жеке-жеке жауап беруге тырысамын. Мінекей, мен бастап кеттім. Шамамен 700 грамдай ұн алдым. 500 мл ыстық су және жарты шай қасық тұз. Ұнның бетіне 2 ас қасық сұйық май қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мінекей, қамыр иленді. Енді бетін жауып 10 минут бұқтырып қоямыз. Енді жұқа нанның арасына салатын ірімшікті дайындаймын. Мына жерде 700 грамм ірімшік, жарты шай қасық тұз саламын, 1 пучок петрушка, шамалы қара бұрыш саламын, жасыл пияз, үш жұмыртқа қосамын, жақсылап бәрін араластырып дайындап қоямын. Мінекей, ірімшік дайын. Қамырды тағы бір басып қоямын. Жылтыр, жұмсақ, әдемі қамыр болды. Қамыр дайын болды. Енді бірнеше бөлікке бөліп, жұқа етіп жазып аламын. Енді арасына ірімшікті салып, дәл осылай қайтадан жұқа етіп жазып аламыз. Бұл жерде әркім өзінің талғамына қарай әртүрлі начинка сала алады. Мысалы, картошка немесе капуста. Тағы да қайталап көрсетейін. Ешқандай қиындық жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай әрі оңай, әрі тез дайындалады.
Енді дайын болған жұқанандарымызды орташа отта қызып тұрған табаға майсыз қарып пісіріп аламыз. Шамалы үстінен басып, піскен жағын аударып отырамыз. Ыстық қалпында дайын болған жұқанандардың үстіне сары май жағып шығамыз. Мінекей достар, қарып пісірілген жұқанандар дайын болды. Мінекей, күн жаз, ет аз уақытта дайындауға болатын ірімшік салынған жұқанан. Бұл өте дәмді әрі тойымды тағам. Және көп қаражатты қажет етпейтін қолжетімді тағам. Ешқайда шықпай-ақ үйде қол астында бар өнімдермен дайындай беруге болады. Достар, ұнап жатса сіздер де дайындап көріңіздер. Мен енді сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше амандықта, саулықта болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.